Futbol бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз кешегі чемпиондар лигасы топ деңгейде өтті. Манчестер Юнайтед Казимироны нақты сататын болып шешті. Осы және басқа да футбол ақпараттары 13-ші сектор арнасында. Достар, арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығарамыз. Ал енді біз бастайық, кеттік. Достар, енді Барселонаның тәжірибелі қорғаушысы Илкай Гюндоган осы маусымнан кейін Барселонадан кетіп қалуы мүмкін. Себебі марка басылымының тілшісі осындай ақпараттар шығарып жатыр. Гюндоган түріктің суперлигасына баруы мүмкін. Галатасарай клубы қызығушылық танытып жатыр. Және де Галатасарай клубы Илкай Гюндоганның агентімен әңгіменің бәрін бастаған екен. Келіссөздерді қазірден бастап жүргізгісі келеді. Жалпы Гюндоганның Барселонамен келісім шарты келесі маусымның ортасына дейін, яғни қысқы трансферлік терезеде келесі маусымда еркін агент ретінде қалаған жағына кететін болады. Бұндай тәжірибелі тісқаққан мықты ойыншылар түрік суперлигасында жетерлік. Қазіргі таңда Илкай Гюндоганның жасы 33-те, ал енді Барселонаға келгелі бері 5 гол салған, 10 голдық пас берген ойыншы екен. Негізінде Гюндоган Барселонаға толықтай көмектесе алған ойыншылардың бірі деп айта аламыз. Ал енді алдағы уақытта Барселона келісім шартты созады ма Гюндоганмен, созбайды ма белгісіз. Егер созбай қалған жағдайда Галатасарайға барады деген ақпараттарды марка басылымы шығарып жатыр. Достар, енді бүгін бізде Лига Европаның ойындары. Бұл жақта да тамаша ойындар бар. Тоқтала кететін ойын Байер мен Вест Хэмнің ойыны деп тұрмыз. Байер клубы енді жеңіліссіз сериясын бүгінде жалғастыра алады ма, алмайды ма, оны көре жататын боламыз. Бірақ та статистикаларға қарайтын болсақ, соңғы 5 ойында Байер жеңілмек тұр ғой, тең ойын дегенді білмеген екен. Тек қана жеңіп келе жатыр соңғы 5 ойында. Ал Вест Хэмға келіп тоқталатын болсақ, Вест Хэм соңғы 5 ойында 2 тең ойын, 2 жеңіс, 1 жеңіліс. Жеңілістің өзі Ньюкаслдан жеңілген, 4-3 болып жеңілген, бір ғана гол айырмашылығымен. Енді Вест Хэмда бүгін шабуыл жасайды, Вест Хэмда төтеп бере алады Байерға деп ойлаймыз. Байердің да қарқыны қатты екенін білеміз. Жалпы бүгін ағылшындық клубтарды білесіздер, бірінші орында тұрған команданы да ұтып алатындай жағдайы болады. Ағылшындық клубтардың қадамдары түсініксіздеу болады, сондықтан да бүгін шабуыл жасайды. Вест Хэм Байерға гол салады деген болжам бар. Әрине, сарапшылардың ойынша бүгін Байер Вест Хэмді оп-оңай жеңіп алады дейді. Бірақ Вест Хэм бәрібірде 1 гол салады деген бізде болжам бар. Сарапшыларда Байер жеңеді деген болжам бар. Енді біздің болжамға сенесіздер ме, сарапшыларға сенесіздер ме, немесе өздеріңіздің бір жақсы болжамдарыңыз бар болса, жалпы болжам жасайтын болсаңыздар, бәстігетін болсаңыздар, 1xBet компаниясы 13-ші сектордың демеушісі 13-ші секторға промокод беріп отыр. Осы промокод арқылы кіретін болсаңыздар, сіздерге алғашқы депозит үшін 200 мың теңгеге дейін бонус беретін болады. Бүгінгідей ойын көп кезде, таңдау көп кезде, болжам бар кезде 1xBet компаниясының беріп отырған мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар достар. Сілтемесі осы видеоның астында. 13-ші сектор промокод арқылы кіріп 200 мың теңгеге дейін бонус алыңыздар достар. Достар, енді кешегі өткен чемпиондар лигасына да тоқталайық. Чемпиондар лигасының кеше бірінші ойыны деп Атлетико Мадрид пен Дортмундтық Боруссияны айтайық. Атлетико Мадрид кеше ойынға аш болды ма? Әйтеуір бірінші минуттан бастап өте жылдам бастады, және де бірінші таймды толық өздерінің бақылауында ұстады деп айтуға болады. Бірінші голды Де Пауль ойынның басында салды, одан кейін Лино салды. Ал енді екінші таймда бірақ Атлетико Мадрид бірінші таймдағы қарқынды көрсете алған жоқ. Екінші таймда Дортмундтық Боруссия өте әдемі сәтті ойындар көрсетті, және де 81-ші минутта Айлер салды. 2-1 деген есепті тіркеп тастады. Енді Дортмундтың үйіне барған кезде 1-0 жеңсе ары қарай ойнайтын болады, немесе Дортмунд жеңіп кетуі де мүмкін, немесе Атлетико Мадрид автобусын қойып тастап осы есепті сақтап қалуы да мүмкін. Жалпы бұл есеппен ойын аяқталған жоқ дегенді білдіреді. Екінші матчта өте қызық болатынын айтып тұр. Ал енді ең қызық орталық ойын ол Пари Сен-Жермен Барселонаның ойыны. Барселона өте жақсы ойнады, допты бақылауында ұстай білді, және де бірінші таймда жеңіспен кетті. Рафиня кеше сұмдық ойын көрсетті. Енді Рафиня үздік ойыншы болды матчтың, дубль жасады, және де екінші таймның басында Пари Сен-Жермен басқаша Пари Сен-Жермен кеп қалғандай болды. Бірден Дембеле гол салды, және де Дембеле ешқандай ұялмастан ол голды айқайлап тұрып кәдімгідей тойлап тастады. Бұл Барселонаның жанкүйерлерінің ашуына тигені анық. Енді Дембелені ойнатпай
сатпайтын болады. Барселона өз алаңында әр Дембеленің аяғына доп деген сайын гүлдейтін болады. Жалпы 2-1 деген есептің кезінде Пари Сен-Жермен жеңіп кетеді ма дегенде ойлар болды жанкүйерлерде, бірақ жоқ. Барселона өздерінің Пари Сен-Жерменнен қарағанда Чемпиондар лигасында тәжірибесі бар екенін көрсетті. Хави Луис Энрикеден басым екенін де көрсеткен сияқты болды. Осы жерде Рафинья дубль және де Кристенсен керемет гол салды. Кристенсен кеше туған күні болған екен. Туған күніңмен Кристенсен өзіне өзі жақсы бір сыйлық жасады десек те болады. Жалпы 3-2 есеп. Луис Энрике не деді бұл ойынның алдында? Мен Барселонаның жағдайын Хавидан қарағанда жақсы білемін деген еді. Енді не болды? Масқара болды. Бірақ Пари Сен-Жерменді толықтай есептен шығарып тастауға болмайды. Я Барселона өз үйінде жақсы өнер көрсетеді, бірақ та Пари Сен-Жерменде оңай қарсылас болмайды. Бәрін күтуге болады бұл ойыннан. Бұл ойынның да екінші матчы өте қызық болады. Манчестер Юнайтедте қателік трансферден өте көп кетті. Сол қателіктердің бірі Казимиро болып саналады. Казимиро күткен үмітті ақтамады, күткен ойынды бермеді жанкүйерлерге де, клубқа да. Сондықтан да Казимироны сатуға шешім қабылдаған екен. Нақты осы маусымнан кейін сатады. Казимироның трансфер маркет порталындағы құны 30 миллион евро тұрады. Бұл бағасы өспесе құламайды. Манчестер Юнайтед клубы Сауд Арабиясының бір клубтарына сатпайтын болса, басқа жаққа 20 миллион евродан артыққа Казимироны сата алмайтын да шығар деген ой келеді. Жалпы АПЛда Казимиро ең көп жалақы алатын ойыншылардың қатарына кіретін болады. Казимироны сату арқылы әжептәуір қаржылық ведомство босататын болады Манчестер Юнайтед клубы. Және де жас ойыншы, жас жартылай қорғаушы алғылары келеді. Нақты ақпарат: Казимиро осы маусымнан кейін Манчестер Юнайтедтен кетеді. Бұл ақпараттарды The Athletic AS басылымдары айтып жатыр. Бүгінге осы достар 13-ші сектор арнасына жазылып, қоңыраушаны басып қоюды, бізді қолдап жүруді ұмытпаңыздар. Сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз достар. Күнделікті 13-ші сектор арнасында жаңалықтар шығады.